Қызылорда облысының бірнеше уәкілетті мемлекеттік органдары тұлғалардан түскен өтініштерді мүлдем тіркемейді, немесе қараусыз қалдырады. Облыстық прокуратура өтініштерді қарау барысында заңдылық қаншалықты сақталатынын анықтау мақсатындағы өңірдегі орталық және жергілікті атқарушы 70 мекемені тексерді. 2013-2014 жылдар аралығында мемлекеттік органдардың құжаттарын тексере келе, олардың өз құзыретіндегі проблемалардан хабарсыз екені, немесе білгісі келмейтіні белгілі болған. Сондай өтініштерді қарау тәртібі меңгерілмеген деген қорытынды жасалды. Құрылыс, жер қатынастары, білім беру, экономика және бюджетті жоспарлау басқармаларының басшылары мен азаматтарды жеке қабылдау мүлдем жүргізілмеген. Облыстық әділет департаменті болса, өтініштерді есепке алу журналына 2013 жылы тіркелген 1173 арыздың орнына 30 мыңға жуық өтініш тіркелгенін жазған. Осы тектес заңсыздықтар ішкі істер органдарында да орын алған. Кінәлі тұлғаларға қатысты әкімшілік істер қозғалып, айыппұлдар салынды. Шиелі кентінің әкімдігімен 7 жыл бойы жер учаскесіне байланысты жазылған өтініш ұсталып, құрылыс басқармасымен 200-ден астам арыздар есепке алынбай, олар негізінен қаралмай, өз шешімін осы уақытқа дейін таппағанда анықталды. Қазір уақытта тек прокуратураның ұсынысынан кейін ғана бұл мәселелер өз шешім табуға, негізінен қаралуына қол жеткізіліп жатыр.